Нұреке, ассалаумағалейкум, қалай жағдай? Аман есенсіз ба? Иә, жақсы, аманшылық. Кел, бауырым. Нұреке, мен ақшаны мыш табатын жол таптым. Біз де байымыз. Байлардың қатарына қосыламыз. Не жол ол тағы да? Біз байитын бизнес па? Не ол? Бизнес ашатында қалтамызда ондай ақша жоқ қой. Істеп жүргеніміз мына стройка. Стройканы таста. Әр нәрсе арзан қылып әкелеміз Қытайдан. Сөйтіп шетелдікі анау мынау деп халықтың бәрін алдап, сатып байимыз содан. Үстінен қанша 10 есе, 100 есе үстіне ақша қосып сатып байимыз. Бауырым-ау, мен одан да осы стройканы істеп, бала шағамды осы стройкамен бағайын. Бала шағама адал жолмен үлгі көрсетейін. Ертең ондай жолмен балдарыма жол көрсетсем, ертең мен балдарымды арам болып шықпай ма? Оның балдары оның үлгісін көріп арам болып кетпей ма? Сол үшін, бауырым, біреуді алдамай-ақ, одан да осы стройкамен пенет қылып тауып жүре берейін. Нұреке, дұрыс айтасыз, кешіріңіз мені. Мен түсіндім енді. Болашағымызды бәріміз бүйтіп алдай берсек, болашақ ұрпағымызда өзімізге ұқсаған арам болып кетіп, Қазақстанда халқымыз, болашағымыз арам болып кетсе, не болмақ еліміз? Бауырым, әйтеуір бір айтқанда түсінгеніңе рахмет саған. Бұны түсінетіндер де бар, түсінбейтіндер де бар. Сол үшін істеп жүрген жұмысымызға әйтеуір аз-маз ақша болса да адал жолмен бала шағамызға үлгі көрсетейік, ағайындар.